Сәлем достар, сіздермен бірге жер каналы. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз құлақ ауруының себептері және белгілері туралы айтатын боламыз. Ал біз өз видеомызды бастаймыз. Құлақ ауруы құлақтың қабынуынан, құлақ қалқанының зақымдауынан, суық тиюден, еттің бұлшық кернеуінен болуы мүмкін. Бұл жағдай балаларға да, ересектерге де әсер етеді. Құлақ не үшін ауырады деген сауал бәрімізді мазалайды. Оның ауру себебі әртүрлі. Алайда тұмау болған жағдайда толық емделіп айыққан жөн. Себебі тұмау кезінде мұрын бітеліп, су ағып, дене қызуы көтеріледі де есту қабілеті нашарлайды. Ал бұл құлақ ауруы қабынуының белгісі. Құлақ қатты қабынуын отит құлақ ауруы дейді. Отит ауруы негізгі белгілері. Біріншісі, есту қабілеті төмендейді. Бұл дабыл жарғағы артындағы сұйықтықтың дыбыстың таралуына кедергі келтіруінен болады. Екіншісі, жатқан кезде құлақтың ауырсынуы күшейеді. Бұл дабыл жарғағының қабынуы, суық тию немесе аллергия, тамақ ауруы, балаларда тістің шығуы салдарынан түтігі бітеледі. Үшінші, есту жолына шырыш, ірің, қанды ірің немесе осының бәрі бірдей болуы мүмкін. Мұндай отит асқынып кетеді. Себебі көпшілік оны байқамай қалады. Яғни құлағым 1-2 күн ауырып, жазылып кетсе ештеңе етпейді деп ойлайды. Ал қалыптасу кезеңі 30 күнге созылады. Сондықтан да құлағыңызды жылы ұстап жүріңіз. Құлақ ауруы келе-келе осындай отит ауруына алып келеді. Сонымен достар, бүгінгі видеомыз өз мәресіне жетті. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылып, алдағы қызықты, пайдалы кеңестерді өткізбес үшін колокольчик шертіп қойыңыздар. Сіздермен болған жер каналы, келесі видеода көріскенше.